Сәлем достар, бүгінгі видеода ішекті қалай тазарту керек екенін, асқазанды ішекті қалай тазарту керек, қалай емдеу керек екенін сол туралы айтатын боламын. Мына қолымдағы шөп, осыны өзім алдым, өзім пайдалану үшін, яғни ішектерін тазартуға, ішектерімді емдеуге алдым. Қазір осыны дайындап сіздерге көрсететін боламын. Дайындалуы: 1 стакан ыссы суға 1 стаканадай шөбімізді аламыз. Шөп алдым, 1 стаканға салдым. Мен шөп мынадай нағыз кәдімгі шөптерден тұратын әртүрлі жиналған құрамын қазір айтатын боламын. Мен қазір дайындалуын көрсетіп жатырмын. Қайнаған су құямыз. 1 столовый ложка шөп, 1 қайнаған су. 1 стакан қайнаған су. Осы мына отына бұқтырып 30 минут бұқтырып қою керек. Керемет әртүрлі шөптерден тұрады құрамы. Әртүрлі шөптерден жиынтығы кәдімгі шөп. Адам табиғатқа жақын болады, бұл табиғи шөп кәдімгі. Құрамы: подорожник, бадан, мята, зверобой, календула, тысячелетник, череда, лопух, корень, курильский чай, эспарцет деген шөптер құрамында бар. Бұл арнайы шөптер жиынтығы осы аурудың өзіне әдейі арнап жасалған шөптер жиынтығы болып саналады. Қолданылуын жаңа айтып кеттім. 1 үлкен қасық шөп және 1 стакан қайнаған суға саласыз. Содан кейін 30 минут бұқтырып қоясыз. Күніне 2 рет ішесіз, тамақтанар алдында 30 минут бұрын. Бұл шөп қандай ауруларды емдейді? Гастрит, асқазанның ойық жарасы, 12 келшек, асқазанның шырышты қабығын, асқазанның қышқыл сөлін қалыпқа келтіреді. Және ішектердің түйілуі мен колика, асқынуын емдейді. Бұл шөп Россиядан арнайы заказ берілген, басқа қалаларда жоқ, Ақтөбе қаласында бар. Номерін описанияға жазып кетемін. Достар, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.